достар, мен Асқар Асылбек класс 13 гимназия 1-Б сыныбының оқушысымын. Менің сынып жетекшім Айтжанова Шынар Қуатбайұлы. Кітап деген адамның сауатын ашады, тіл байлығын береді. Жан-жақты тұлға болып өсуіме ықпалын тигізеді. Менің сүйікті кітабым қазақ халқы ертегілері. Енді мен кітаппен дос болдым. Асылбек, жарайсың. Қазақ халқы ертегілері қандай ертегілер оқыдың? Шалқан, бауырсақ. Мә, жарайсың. Асы келесің, оқитын ертегілерің қандай болады? Менің атым Қожа, Көксерек. Мә, қандай керемет, күшті қазақ халық ертегілерін сен оқығың келіп жүр екен. Саған тілектеспін, соларды жақсы оқып, түсініп алуыңа. Ал достар, сіздер де Асылбек сияқты қазақ халық ертегілерін оқып, түсініп алып, соларды білуіңізге тілектеспіз. Ал достар, қош, Сау болыңдар.